Ата-аналар жиналысы. Тақырыбы: біздің мектепте қашықтықтан оқыту қалай жүргізіледі? Күн тәртібінде: мектептегі қашықтықтан білім берудің жолдары. Қашықтықтан оқыту кезіндегі ата-аналарға арналған жадынама. Мектептегі қашықтықтан білім берудің жолдары. 2020 жылғы 6 сәуір мен 22 мамыр аралығында Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдары қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалана отырып оқуға көшеді. Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы оқыту интернет ресурстармен ТВ сабақтар арқылы жүзеге асырылатын және оқу процесіне тән компоненттерді қамтитын мұғалім мен білім алушылардың қашықтықтан өзара әрекеттестігі. ТВ сабақтары 1-11 сыныптардағы оқу пәндері бойынша қазақ және орыс тілдерінде өткізілетін болады. Барлық білім беру деңгейлеріндегі пәндер бойынша қазақ және орыс тілдерінде сабақ берудің эфирдегі уақыты сағат 9:00-ден 15:00-ге дейін. Қазақ тілінде Балапан телеарнасында. ТВ арқылы сабақтардың трансляциясы. ТВ сабақтардың бірыңғай кестесі беріледі. Сабақ ұзақтығы 10 минут. Қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін 1-11 сыныптарға арналған теледидар сабақтары. Бір сабақ 10 минут өтеді. 19 орта мектебінің сайтына осы сілтеме арқылы өтіп, қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру құрылымымен таныса аласыздар. Сіздерге сілтеме жіберіледі. Күнделік KZ платформасына бейне сабақтарға кіру үшін ата-аналар мен оқушыларға арналған қадамдық іс-әрекет алгоритмі. Күнделік KZ платформасындағы білім алушының үй тапсырмасын орындағаны бар файлды мұғалімнің жеке хабарламаларына жүктеудің қадамдық іс-қимыл алгоритмі. Осы сілтеме арқылы кіріп, барлығын оқып таныса аласыздар. Мектеп оқушысы қолжетімді байланыс құралдары арқылы онлайн сабақтардың кестесімен, тақырыптарымен, мазмұнымен танысады. Күн сайын кестеге сәйкес теледидар сабақтарының трансляциясын, сондай-ақ пән мұғалімі көрсеткен барлық қолжетімді электрондық платформаларды қарауға міндетті. Күнделікті тапсырмаларды өз бетінше орындайды. Соның ішінде орта білім беру ұйымдары белгілеген қолжетімді байланыс құралдарын пайдаланады. Сынып жетекшісімен және пән мұғалімдерімен күнделікті байланыста болады. Пән мұғалімінің түсініктемесінен кейін қателермен жұмыс жасайды. Күн сайын электронды күнделікте, жеке кабинетке, электронды почтаға және басқа да байланыс жүйелері мен технологияларына кіреді. Күнделікті орындалған тапсырмаларды педагогке қолжетімді байланыс құралдары арқылы сканерлеу түрінде педагогтардың талаптарына сәйкес ұсынады. Оқу тапсырмаларын орындау кезінде академиялық адалдық ережелерін және өзін-өзі бақылау қағидаларын сақтайды. Қосымша электрондық білім беру ресурстарын пайдаланады. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру жөнінде ата-аналарға арналған жаднама. Баланың бас ұстазы ата-анасы. Оқушылардың ата-аналары оқу үшін жағдай жасайды. Жұмыс кестесімен, сабақ кестесімен, оқу тәрбие жұмысын ұйымдастыру процесімен танысады. Білім алушылардың үй тапсырмалары орындауын бақылауды жүзеге асырады. Сынып жетекшісімен және пән мұғалімдермен байланыста болады. Баламен бірге күн режимін жасау, баланың қолдаушысы, кеңесшісі болу, сабырлық, шыдамдылық таныту, жаңа тәжірибені қабылдау, құрғылары мен шама келгенше қамтамасыз ету, балаға бағыт беруге көмектесу. Нені ескеруіңіз қажет? Сабақтың басталу уақыты. Сабақ кестесі оқушының жұмыс орнына көрінетін жақын жерде болуы керек. Сабақтар қатаң түрде уақытында өткізіледі. Кесте бойынша компьютер, телефон толығымен зарядталған болуы тиіс.
кешке дайындап қойған жөн. Балаңыз үшін арнайы сабақ оқу орны белгіленуі шарт. Сабаққа уақытында қосылыңыз. Сабақ басталуға 5 минут қалғанда. Балалардың жуынып, таранып, ұқыпты киінуі маңызды. Егер де Zoom тағда басқа қосымша платформамен жұмыс жасау кезінде. Сабақ өтіп жатқанда бөлмеде қатаң тыныштық сақталуы тиіс. Сыртқы дыбыстарды өшіруіңіз керек. Сабақ уақытында отбасындағы басқа балалар мен үй жануарларын кедергі келтірмеуін назарда ұстаңыз. Сабақ өтіп жатқанда, Zoom бағдарламасы арқылы сабақ болғанда, сабақ барысында балалардың бөлмеден шықпауы, орынсыз тамақтанбауы, басқа бөгде заттарға алаңдамауы, онлайн сабақтан шығып кетпеуі назарда болуы керек. Егер мұғалім сұрақ қойса, компьютердегі арнайы тетікшені қолданып, қолыңызды көтеріп жауап бере аласыз. Нұсқауларға назар аударыңыз. Оқушы мұғалімнің нұсқауларын қатаң орындауы керек. Мұғалімге сұрақтар сабақтың түсіндірмесінен кейін, яғни мұғалім сұраған кезде ғана қойылады. Сабақты түсіндіру кезінде ата-аналар мен балаларға чатта жазуға тыйым салынады. Ата-аналары есіне. Балаға жауап бергенде орнынан тұрудың қажеті жоқ. Мұғалімнің рұқсатын суретке, бейнетаспаға түсіруге, жүргізілген сабақты әлеуметтік желілерде жариялауға қатаң тыйым салынады. Сабақ барысында ата-аналарға араласуға шектеу қойылады. Сабақта оқушының себепсіз қатыспай қалғаны үшін ата-ана жауап береді. Сіздерден сұрайтынымыз, балаңыздың аз уақыт онлайн болуын, көп уақытын өз бетімен жұмыс жасауын қадағалаңыз. Үй тапсырмаларын уақытында орындап, мұғаліммен кері байланыста болуын қадағалаңыз. Балаңыздың қосымша тапсырмалар орындауын, әдеби кітаптар оқуын, телеарна сабақтарын уақытында көруін қадағалаңыз. Балаңызбен бірге таңғы жаттығулар жасау, дұрыс тамақтану, би ұйымдастыру, серуендеу, кітап оқу, бірге фильм көру, үй шаруасына тарту, өлеңдер жаттау, тәжірибелер жасау. Елімізде болып жатқан жағдайларға түсінушілікпен қарап, ертеңгі болашағымыз үшін үйден шықпай білім алуда бізбен бірге болыңыз.